Саламатсыздар ма, 3 Б сынып оқушылары. Здравствуйте, 3 Б класс. С вами Гаухар Жамбулаткызы. Сначала проверяем домашнее задание. Бірінші үй тапсырмасын тексереміз. А деңгейі. Мен суды қайнаттым. Сен суды қайнаттың. Сіз суды қайнаттыңыз. Ол суды қайнатты. Біз суды қайнаттық. Сендер суды қайнаттыңдар. Сіздер суды қайнаттыңыздар. Олар суды қайнатты. Өте жақсы, молодцы, ребята. Б деңгейі сұрақтарға толық жауап бер. Бірінші сұрақ, Әлібек қайда барды? Әлібек жағажайға барды. Ол жағажайда не ішті? Ол жағажайда суық сусын ішті. Дәрігер қандай кеңес берді? Дәрігер қайнаған су ішуге кеңес берді. С деңгейі сөйлем құрастыр. Бірінші, Әлібектің тамағы қатты ауырды. Дәрігер Әлібекті емдеді. Үшінші, Әлібек жағажайда суық су ішті. Молодцы, ребята, жарайсыңдар, балалар. Балалар, пишем дату и тему. Бүгін сәуірдің 16-сы. 16-16. Сәуірдің 16-сы. Тема нашего урока – адамдар мен өзен. Сабағымыздың тақырыбы – адамдар мен өзен. Сабақтың мақсаты – мәтін мазмұны мен кейіпкерлерінің іс-әрекетін нақтылау үшін сұрақтарға жауап беру. Цель нашего урока – вы должны ответить на все вопросы. Сабағымыздың жаңа сөздерімен танысайық. Новые слова. Повторяем за мной. Өзен, қоқыс, ренжиді, көлшік, асты, дәмді, айналады. Молодцы, ребята. Теперь пишем эти слова. Өзен, река, қоқыс, мусор, ренжиді, обижается, көлшік, лужа, асты, снизу, дәмді, вкусный, айналады, превращается. Теперь у нас сказка «Ертегі». Сначала я читаю, потом өздерің, сендер оқисыңдар. Видеоны паузаға қойып, будете сами читать. Жақсы, балалар, тыңдаймыз. Баяғыда өзен болыпты. Адамдар өзенге, өзен суың қандай дәмді дейді. Өзен рахмет дейді. Өзен адамдарға су береді. Ағаштар мен гүлдер су ішеді. Адамдар өзенді ластайды, қоқыс тастайды. Өзеннің астына қоқыс жиналады. Өзен көлшікке айналады. Ол адамдарға ренжиді. Давным-давно была река. Люди говорят: река, у тебя такая вкусная вода. Река давала людям воды. Деревья и цветы пили воду. Но люди бросали мусор к реке. И река превратилась в лужу. Она обиделась. Бұл ертегінің балалар жалғасы бар. Жалғасын біз келесі сабақта өтеміз.
Этой сказки есть продолжение. Продолжение будем проходить на следующем уроке. Теперь задание вам. Первое задание – бірінші тапсырма. Сұрақтарға толық жауап бер. Краткие ответы я не принимаю. Адамдар өзенге не деді? Өзен адамдарға не береді? Өзеннің астына не жиналды? Отвечаем на вопросы. Екінші тапсырма. Второе задание. Адамның әрекеті мен өзеннің әрекетін анықта. Тут действие, и вы должны первый столбик писать действие люди, и на второй столбик действие озера. Краткие действия я не принимаю. Кратко мне не нужно. Үшінші тапсырма. Третье задание. Қазақ тіліне аударып жаз. Баяғыда река болыпты. Адамдар мусор тастайды. Өзен адамдарға обижается, обиделась. Балалар, бүгінгі сабақтың максималды баллы 14 балл. 14, 13, 12 балл жинаған оқушы 5-тік бағаны алады. 10, 11 балл жинаған оқушы 4 деген баға. 9, 8, 7, 6 балл жинаған оқушы 3 деген бағаны алса, 5, 4, 3, 2, 1 деген балл жинаған оқушы 2 деген бағаны алады. Сабағымыз аяқталды, балалар. Бұл тапсырмаларды мен сіздерден WhatsApp-тан күтемін. Выполните все задания и отправьте мне на WhatsApp. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.